Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, желі пайдаланушылары. Бүгін өзім үшін бір көңіл күйімді сәл де болса көтерген жағдай. Ол Facebook желісінде өздеріңіз де көріп жатқандай мен туралы өлең шықты. Бірталай адам онымен бөлісті. Енді әркім әртүрлі ойлайтын шығар, бірақ өз басыма кез келген ойда екі түрлі пікір болу керек, және оны ашық білдіртетін адамдар болу керек. Сондықтан мен өзімнің кішкентай шығармашылығыма сонша назар аударған авторға ең бірінші алғысымды айтам. Енді менің атымнан қарама қарсы ұсыныс. Өкінішке орай сіздің атыңызды білмеймін, сіз өзіңізді мен қабаған итпін деп таныстырыпсыз. Мынандай ұсыныс менің атымнан. Енді ақыры екеуміз осылай екі пікір білдіретін адам болатын болсақ, неге бір онлайн айтыс па, не болмаса онлайн сіз енді айтысқа бейімі жоқ адам болсаңыз, онда онлайн пікірталас жасайық. Себебі енді ол 30-шы жылдар болып кетті, домалақ арыз деген, адам атын айтпай, біреудің атынан бірдеңе айтатын. Сондықтан сізді асыға күтем. Осы бір-екі күндікте Instagram парақшасына жазсаңыз болады, осылай хабарласуымызға болады, сөйлесуімізге болады деп. Тағы да үлкен рахмет сізге.